Бастаймын. Загира Омарова, Тараз Жамбыл, паспорт 2 апрель 2018 жылы алынған. Temporary visitor, туризм, Америкаға бара жатқан Лос-Анджелеске 15 күнге 7 июль күні 15 күнге бара жатқан. Күйеуі Омаров Максут және де Серікбаева Анель қызымен бірге деп көрсеттік. Потом келесі бізде Максут, Қызылордада туылған. Паспорт 2 апрель 2018 жылы алған. То же самое 7 июль күні 15 күнге Лос-Анджелеске бара жатыр. Владение языком казах, Russian. Соңғы 5 жылдың ішінде ешқайсыларыңыз ешқандай мемлекеттерде болмағасыз. Потом Анельдікі енді оны айтудың да қажет жоқ. Ол как она есть сөйтіп айтады. Басынан бастап теперь мен сіздерге айтып түсіндірейін. Запись жүріп жатыр. Сосын қайтадан сіздерге жіберемін записті. Көріп, қайталап көре берсеңіздер болады. Сіздерде бізде интервью қаншасы еді? 28-і таңғы сағат 8:30. 15 минут ерте барасыздар. Қолдарыңызға жаңағыдегі қыздар документтер бір тексеріп береді. Жетпей жатқан болса қосады. ДС подтверждение береді, подтверждение на запись собеседования. Қызыңыздың документтерін 15 минут ерте бару керек. Сыртта живой очередь болады. Яғни поток 15 минуттық поток бар ғой. 8:30-да 8-дегілер бірінші кіреді. Потом 8:15-тегілер кіреді, 8:30-да кіреді, 8:45-те кіреді, 9-да кіреді, 9:45-те. Яғни ол деген сөз екі консул 15 минуттың ішінде 7 адамды қабылдайды. Ол деген сөз әрбір адамға регламент 2-3 минут уақыт бөлінген. На самом деле интервью 1 минут, 1,5 минут болады. Жоғары қарай көтерілесіздер, сіздер кіретін 3 окошко болады. Живой очередь болады или талончикпен. Мен ойымша талонмен болады. Отырасыздар орындарыңызға, бірінші окошкаға шақырады ең бірінші. Ол жерде, яғни сіздерден қысқаша сұрайды. Қандай себеппенен бара жатсыздар, қай жерде жұмыс жасайсыздар, қандай документтеріңіз бар. Вот бірінші окошкада қандай документтер сұрайды, соларды бересіздер. Жайлап сұрай бастайды. Бірінші паспорт сұрайды, потом ДС подтверждение, анау сұрайды, справка, жаңағыдай барлық нәрсені сұрайды, соларды бересіздер. Сосын олар сіздерді уже консулға жазады. Орындарыңызға отырасыздар. Екінші окошка шақырады, приблизительно бір 5-10 минуттан кейін. Екінші окошкада сіздердің саусақтарыңыздан отпечатки снимать етіп алады, бүкіл саусақтарыңыздан. Орындарыңызға отырасыздар и приблизительно бір 10-15 минуттан кейін үшінші окошкаға шақырады. Үшінші окошкада уже интервью болады. Мен ойымша сіздерде бірге болады барлықтарыңызда, 90% барлықтарыңызға бірге болады. Сосын уже американец орысша жақсы сөйлейді, консулдың өзі сұрақтар қоя бастайды. Сұрақтар 4 топқа бөлінеді. Бірінші, ол Америкаға, ақш-қа қандай себеппен бара жатқандығы туралы сұрақтың топтары. Бұның ішінде 10 шақты, 20 шақты сұрақтар әртүрлі. Потом келесі алдын шетелде болған, болмаған experience, яғни тәжірибе, шетелде болған, болмағандығы туралы сұрайды. Потом үшінші ол жұмыс орны туралы, қай жерде жұмыс жасайсыздар, зарплата қанша, осы жөнінде болады. Және де төртінші сұрақтардың тобы ол отбасы жағдайы туралы. Потом сұрау мүмкін. А у вас зарплата мало же, как вы будете путешествовать, вам хватит денег сондай деп. И айтудың қажет жоқ, есть вторая работа, есть еще дополнительно мы занимаемся. Ондай нәрсені айтудың қажет жоқ. Ну, если не будет хватать, будем экономить, или денег всегда не хватает, но путешествовать надо, мы любим путешествовать, деп сондай деп, да? Попроще болсаңыздаршы немножко. Жауапты да айтқанда проще барлығы. И одан кейін іш бауырына кірмеуге тырысыңыздар, сәл гордо болыңыздар. Американецтер адам ішіне кіргенде ұнатпайды. Сұрақ қойған уақытта 1-2 сөйлеммен жауап беруге тырысыңыздар. Одан кейін сөздеріңіз уверенно шықсын. Мысалы, қазір сіздерді түрлеріңіз көріп отқан жоқпын. Түрлеріңізді көрсем көп нәрсе айтатын едім, да мен? Да. Бірақ дауыстарыңыз маған мүлдем ұнамайды сіздердің. Вот менімен сөйлесіп отқандарыңыз. Деп па? Андай бір неуверенно сөйлейсіздер де, әлі өз-өздеріңізге сенімсізсіздер. Америкаға кете алам деген нәрсеге әлі өз-өздеріңізге сенімсізсіздер. Вот бағана бір топқа күшті бір история айтып бердім. Сенімсіздік, адамның сөйлеген сөздері, мысалы мен сөйлеген сөздерім қалай шығады, дауысым, соған көңіл бөліңіздер. Уверенностьті айтып отқан сөздерін тыңдап отырсыздар ғой. Кейбір адамдар сөйлейді да, өте күшті сөйлейді.
уверенно да өз өздеріне тойды жандыра алады. Потому что оларға басқа адамның не айтып отқаны, басқа адамның ойы қызықтырмайды. Оларды өздерінің ойы қызықтырады. Ал мысалы сіздерді ертең консулдың сөзі волновать ететін болса, онда сіздер ертең не аласыздар, не дейтін еді, отказ аласыздар. Потому что сіздердің сөздеріңіз соның көңілінен шығу үшін шығып атқан болады. Сол себепті сіздер сөздеріңіз өздеріңізден шығу керек. Уверенно болуларыңыз керек. Түсініп отырсыздар ғой. Болды, все, кірдіңіздер ма? Допросқа айналдырып тастамаңыздар, общайтесь. Андай тамада болсаңыздаршы. Пожалуйста. Иә, сөйтіп грамотно адам көрсету керек, әдемі киіну керек, сақал алу керек, шаш барлығын әдемілету керек. Сіздерге өте үлкен экспириенс болады бұл өмірлеріңізде. Өте үлкен не болады. Мына видеоны қазір енді бізде 20 минуттан асып қалады, видео бітеді да. Мен сіздерге видеоны қайтадан жіберемін, потом бір көріп алсаңыздар болады. Қазір мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Қандай сұрақтарыңыз бар? Открытая поза. Көп не алатын болса, бүйтіп қолдарыңызды бүйтіп тұрмаңыздар, артқа ұстатып та. Қолдарыңыз көрініп тұрсын. Потому что адамның қолыны көрініп тұр деген сөз консулға, яғни адам өз-өзіне сенімді дегенді білдіреді. Иә. Қол сыртта тұру керек. Осында психологический нәрселерге дайындалу керек қой ең бастысы. Мен адамдарға негізі көп нәрсе айтамын, оның бәрі уже миыңнан кейін есіңнен де шығып кетеді екен.